Урматтуу достар, бүгін елімізде ұлттық киім күні аталып өтілуде. Сондықтан біз Сарқыт музей этно кешенімізде ұлттық киімге байланысты біраз таныстыруларды көрсетуді жөн көрдік. Қарап тұрсаңыздар, бұл біздің қыз баланың киімі. Қыз балалар міне осылай қазақтың киінген бүрме етек көйлек, әдемі кәжекей, міне бұл кәжекейде барлық міне қыз балаға тән ой өрнектермен безендірілген, және де әдемі өзіне тән тақиясымен ерекшеленіп тұр. Ал біздің алдарыңызда тұрған қазақтың келінінің образы, қыз ұзатар кезде осындай қызыл шапан киіп, осындай керемет сәукеле киген. Сәукеленің міне арқасындағының барлығы бұл желегі, бұл келіннің қаншалықты сән салтанатпен сәулетін көрсететін дүние. Одан кейінгі сәукеледегі мына безендірілген тастар, және де бұл күмістер сол ұзатылып жатқан қыздың әкесінің статусын, қаншалықты енді дүние танымын барлығын осы киген қыздың сәукелесімен кәне бейнелеп көрсеткен. Қазақтың киелі кимешегі, бұл киелі кимешекті жалпы қазақтың әйелдері тұрмысқа шығып, бірінші балалы болғаннан кейін киелі кимешек киген. Нендерден бастап үлкен әжелерге дейін кимешек киген. Кимешектің өзі бізде қазақта қызыл жақ, сары жақ, ақ жақ деп үш түрге бөлінеді. Неге десе, қызыл жақты жас кездегі жаңа түскен келін жас кезінде киеді, сары жақты орта жастағы